Достар, Қаржастың ежелгі жайлау болғаны туралы біз бірінші бөлімде айттық. Қазір шамамен 60-тай қазақ қоныстанатын Қаржас Омбы қаласының көлеңкесінде қалып барады. Бұл жолы Қаржастың жергілікті тұрғындарын көрсеткім келді. Өйткені сұхбат барысында айтылған әңгіме өте көп болды. Түгел Қаржасты аралап, видео түсіріп, осы фильмдерді шығаруға әрине қазақша айтқанда Роза апамның, орысша айтқанда Роза Елеутаеваның еңбегі зор болды. Қаржастың келіні болса да атам айтқан деген әңгімелері бір төбе. Осы жерде тұрасыздар ғой, Вообще соседи. Это вообще не Қаржасская, она келін. Ол келін Қаржас. А біз Қаржастың қыздарымыз. Біз оларды не считаем Қаржасские даже вообще. 60 с лишним лет мы здесь сами живем. Вот родители жили, бабушки, дедушки жили. Как мен осында келдім, атамнан білетін. Что мынау Қаржас ауылда вообще қазақтар болыпты да, еще до Ермак, Екатеринаға дейін. А что Қаржас? Центр города. Видите, что творится? У нас же как вышка же, у нас сухое место вообще так. Просто дороги нам сделали бы, да? Мы бы жили еще лучше. Чуть вода мне даже рядом живет, нормально кережит, ермушка делает. Прогулится, погода хорошая, да. Саламатсыз. Анау кім тұрған анау дейді. Да, она Жукайская. Да, Жукайская. Ага. Девочки, они про нашего деда, они А что хотят? газетте не было. Ай, сарып. Оу, Ай, девкашка, біздемеге түсіріп. видеоға түсіріп отырмын апа. Апа, қалыңыз қалай? Қалыңыз қалай? Жақсы ма? Вот бегу, тетя Валяға барып, шай ішіп келе жатыр. Ой, жаным апа. Ай, это для чего Кацкеге түсіріп? Мен видеоға түсіріп жүрмін, видеоға. Вот ана жерде бір орыс бізді карточкаға түсірді. Вот как цель Мына тақта. қазақтар да Ну тогда я где-то красиво была. Бүгін де әдемісіз. Победаға. Біз кеше Донай апада болдық. Аха. Қаржастың тарихын айтты. Мына кісі сол Қаржаста тұрған қазақтардың история, тарихтарын жазуға кепті Қазақстаннан. Да. Хорошо, что мы Донай. Бәққет ана Кировская. Вот мен мында жақтың. Ну вот Қаржаста Туып өскен жерім осы. Қаржас. Қаржас. Қаржаста қай жыл тудыңыз? Біз Ира Чалова. Қаржасқа әкем в 46 году келді, а мен 52-го родилась. Донай апам 47-го. Ана кім айтып отыр ғой? Мен әкем өзі, ол кісі саудагер болды. Қор завод, анау заводтан барып не сатып алады, ұлтан сатып алады. Ол ұлтанды елде етік тікеді ғой, етікшілер болды. Сонда апарат, соған сатады, соны менен күн көрдік. Анда қонат, достары болды, анда қонат. О кісілер Омбыға келеді ғой. Омбыға оны мұны не сатады, не сатып алуға келеді. Сонда біздің үйге қонат. Сіз ол кездер неше жас дедіңіз? Мен онда школға да барғам жоқ. Кішкентай болдым, кішкентай. Сол келген кісілердің қойнына жасатын. Шалдар. Олар әңгіме айтады, күшті. Ой, Ұзақ айтады. Біз қазір телевизор көреміз, а олар әңгіме айтатын. Смотри, герой бізге тұрғанда. Бізге не получше что-то, подружки. Сол 30-х годах алып келген, поезд пришли. Как попали в Қаржас, многие тоже там келген. Баянауыл. Вот Турабай 41-го года, вот умер Амрянов. Вот местный настоящий тоже. Онда кісілер көбі кетті ғой уже. Ол жаңа мінеке кімінен шықты. Камила шешесіне бұрды, Турабай үйе кетті. Да ты чё? Мен көтімді алыстан көреді, хорошо. Сен келе жатқанда Это ты ничего не видишь. Ой, сейчас. Не зря я 1 класс
У нее операция третья нога, у сделала. вас глаза, вот и ходите А подружки. мен бір көзім Операция. не істедім ғой, операция. А, Только мына көзім жоқ. А правый көзім хорошо, әнеке үйлерде көріп тұрмын. жарит, тауға, Аха. дорогая. Бала кезімізде ол кезде телевизор жоқ, шалдар бір-біріне бәрі қатынасып жүреді ғой. Бір-біріне барып әңгімелесіп. Қуанышбек деген кісі болды. Вот сол Қуанышбек деген кісі бұрынғы уақиғаларды, бұрынғы қысқаларды бәрін айтқанда вот как читал. Ол кісі омбыда сибзаводта жұмыс істеді. Онда бәрі қарасын ыңғай шым үйлер болды. Шым үйдің сыртын майлайды, ішін майлайды. Не әкеледі? Известка. Әппақ, иә? Ага, известканы содан әкеліп, содан осы қарасқа сатады былай немен, мынандай чашкаменен сатады. Күн көру керек қой. Сол кісі қалай қайтты? Рюкзакпенен со звескені әкеле жатады. Ар жақтан ертіспен қайықпен өтіп, қайықтан бер қарай Замарайка деген речушка, Замарайка. Сол Замарайкадан біз ертістен су тасимыз. Сол кісі мына мынандай не бревно кобаменен соединять еткен нені бревноларды. 3 бревноның үстімен өтеміз. И ол кісі аяғы тайып кетіп, суға түсіп кетеді. Анау рюкзакты мынаны байлаған ғой бұлай. Анан шеше алмай қалады. Біз бала кезімізде оны естідік, көрдік та. Ол кісі анау артындағы известка қайнап кетеді. Арқасы бәрі күйіп қалған ғой. Врач жоқ қараста. Омбыға апаруға тоже не қайыққа неге апара алмай қалады. Ол кісі өзі здоровый кісі, еңгезердей кісі. Сол кісі түні бойы айғайлап шықты, түні бойы. Прямо дауысы, прямо жер жарады. Сонда таң алдында ғана қайтып кетті. Сондай бейнетті көрді ғой халық. Снос болады деп естіген жоқсыздар ма сіздерде? Неге вот мы на перепуте стоим, 40 лет өзіміз ждем. Что ж, черт твой матери. Бұрын қаржас қандай еді, апа? Қаржас бұрын бәрі мыналар Жили все. кішкентай үйлер болған. Землянки. Бәрі одни землянки были. Потом ан жақтан начали потихоньку строить. Потом он кирпичный дом построить. Апа, нешедесіз жасыңыз? Нет? Настоящий 72. Ноябрьда только 73 көталым. Мүшім болады Алла жазса. Мінеке мына қатында нет. Мінеке қаржатқа тоже. Девушка не еді. Да, тоже қаржаттың қызы. Қатын деген жақсы сөз ғой, негіз қазақсы. Нет, у нас катаны говорят в Омске, это грубое слово. Это татары. Катаны, а мы нет. Нет, түркілер, старые Да, түркілер. да. Вот все Я говорила, кадын это... когда я говорю нашим, они мне говорят, это все неправда. Кімдерге қыдырып тұрасыз? Осы қаржастың ішінде. Бәрі бірімізді көрмейді жалға. Бәріміз бір-бірімізді қатынасамыз, жүреміз осылай. А жастар қандай? Жастар сіздер сияқты ма? Жоқ. Ну как сказать, честно говоря, не так уж. Қазақстанға бардыңыз ба? Жоқ. Барасыз ба? Ай, білмеймін. Барғыңыз Барғым келе ме? келеді. Ой, жаным. Онда менің күйеуімнің нелері бар. Қай жерде тұрады туыстар? Астанада, Алматыда тұрады апалары. Дариқа Гурьевта тұрады. Ол Қытайдың қатында. Қытаймен бірге не. Әне ана кісінің кәсікеге түсіңіз. Түсірейін. Бұл келе жатыр. Бұл кісі күйеу болады. Казахстанский, біздің күйеуім. Қаржатқа күйеу болады. Ойға. Апа, атыңызды айтыңызшы, атыңызды. Атыңыз кім, атыңыз?
Атын не? Есіміңіз? Жамал. Әкеңіздің аты? Жамал Бекеновна. Бекеновна. Сіздің? Мен Бақытжамал. Аттарыңыз екеуіңіздікі бірдей екен ғой, Жамал, Бақытжамал. Түйдей құрдасыздар ма? Жоқ, мен үлкендеу. Үлкендейсіз? Жоқ, бұл жақта тұрады. Бұл қызда әмбе маған құдағи болады, әмбе апам болады, сұротный апам болады. Ондайға нем жоқ. Қазақтың қыздарынан қайран қалған, қапысыз Қайран бабам. Ұмыт қалдым дашы. Тағы айткыр. Айтыңыз апа. Тағы бір өлең. Сен үстінде, ай, бәрін ұмытты қаттым еке. Бізде мына Қаржаста қазақ қыздары көп болды ғой бізде. Олармен бірге оларда 70-тен асты олар. Менің өкімді басып келе жатыр олар. Апа, өзіңіз сияқты үлкен әжелер көп па, араласып тұрасыз ба Қаржастың ішінде? Мына жаңағы мына Патсай, мына кісінің апайы. Тұрар бабка, Байпан Тұрар бар, Байпан бар. Байпан олар бізден үлкен 90, Тұрарға 94. И Байпанға где-то сол 90, наверное. Да, еще кім это? Жусупова-то бабка. Это Бивжан. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қаржастікісіз ба? Да, мен бағана Она здесь звондадым ғой. выросла, родилась. Жағымда тұрған апасы. Ага, да. Бұл кісі айта ма бізге? Кому еще? Бұл кісі? Нет, она сказала, не Ну вот может. к этой бабушке сходите, а Мы так-то. сходим, потом что, Так. Таняга сходим, да? Я говорю, Кто еще? тетя Таня Я надо. хочу сказать, мне 63 года, я живу здесь 63 года, 64 года. И мамка 60-й год, протез по-моему, вон делала. тот дом. Мамка протез А делала. это уже больше 20. дедушка, бабушка, это Всё уже сколько нашим дедушкам было? Он Да, вообще мизер, уже по вообще 90, по 100 лет. Аки По 100 лет, это М. 100 лет тому назад на Он Юлю. что-то. Старые. Біреулер тұра ма бұл үйде? Как я, наверное. Қазір мына он уже живет. убрали, да, не И убрали, у хотят него убрать. вид А такой. середины да, там И всё построили равно новую. не вы- А мынаны хотят убирать, потому что там кісі қайтты. И вот так, ну они, да и балалары все не хотят же, в наше время-то все уходят, все бегут. А, получается, никто там не Да, живет, никто не да? живет просто, да. Мне вот эти лялямдар тоже давно не живут, как говорится, да. Это тоже старые дома, да? Ну, старые дома, конечно, старые, да. Вот этот новый дом обновили, да, тоже старый дом. Цирк, Бабушка, когда дедушка договаривается, она Хайты, раз и Вот эти все ездила, старые, всё просто сделала. люди А тут у обновляют. меня пришло, Сона. короче, А тут что? добровольно. Ну. Да, на дом ездила. Вон прямо. А Минчук, Я говорю, кетется, руками побежала. А мен оны түсіріп отырмын. Маған да осы кісіні айтқан. Может, сен не кімді? Я хотели нужно вопрос задать. А это, можете я дала Рашуға, если что? Сәлеметсіз бе? Мен келіп тұрған. Ага. Саламатсыз апа. Жалғызсыз ба енді? Ну, жалғыз бүгін. Она плохо видит вообще. Данияға может барса? Данияға бар. Ну, Данияға бар. Ну, надо Данияға бар. Давай я сейчас позвоню Данияға. У нее бабушка глаза плохо видит. А, все. Она закрылась. Қазқан бәрі қартайды. Ну-ка. Ой, вообще боишься. Мен тосудан талмадым, бір осындай пирунда. Жақсы ғой сен арманым, дөңгелектер айналат. Шырқайды таң атқанша, махаббат бұны түді. Өмір қандай тамаша, ты не пришла провожать. Поезд устал тебя ждать. С детства знакомый перрон. Только тебя нет на нем. Саламатсыз. Кто меня приглашает? Ага. Дайте мне эту кусок. Ага. Я знаю, что эта женщина красивая женщина у нас. Да? Она долгожительница у нас. Ну и что? Аллаха шукр. Енді мынаны снимите. Аллаха шукр. Нет, а что хотели? Ну вот как приехала, как вам понравилось? Елден келдің ғой. А где жила? Нормально. Мы А в деревне жили, какой в деревне? Петровском заводе,
как сразу приехали сюда, в Каррас, дом купили. Қазір енді орыс қазағы бәрі араласып кетті. Енді жарысынан кемі. Енді благоустроенийларға бәрі көшіп кетті. Шет жағын бәрін алды ғой Қарғас. Ол кезде Қарғас бірін-бірі омыртқаға шақырады. Өшірет тұратынбыз. Біз жұмыстан келеміз, шығамыз. Анигу омыртқаға, өзіміз де солай шақыратынбыз. Омыртқа. Қазір бар ма ол үрдіс, апа? Қазір неге десеңіз, қазір енді аса онша жоқ. Омбы қала Россияда, ауыл Қаржас. Қаржас деп аталған. Қаржасты енді біреулер айтады жастар, кәрілер, қарттар тұрған содан солай ат шыққан Қаржас деп. Осы Қаржастар чинно-меховая фабрика болған. Бұрын ауыл болған, қазір не болып жүр? Городского город болды. Сосын мінекей үлкен город болып жатыр, миллионник Омбы. Сол міне үлкен дөкей небоскреб үйлер салынып жатыр. Содан мына Қаржас станокқа бұрын овчинно-меховая фабрика болды. Сосын ол овчинно-меховая фабрика жабылды, қазір коммерсант предприниматели болып жатыр. Сол завод жабылды, рабочийлері бәрі уже пенсияда болды. Роза апамыздың арт жағында тұрған аялдама қазір Қаржас деп аталады. Бірақ жазуы жоқ. Дегенмен ауыл осы жерден бастала ма? Апа? Ана жұрттарға, мына бір дөкейні осы Қаржастарғасын снос басталды. Eski örtüsünü bana bırakacak. Azak koşu жаққан, koşu соска geldi. Дедушкаларымыз көбі еще. Бабушкалар. Бабушкалар жасында қалды. Білесіз, что осында бір жерде снос тоже фабрикада істеді ғой. Фабрикадан квартир берген кісілерге. Ой, мен өзім. Осы жерден берді, е? Ну, кейбіреу осынан алып, кейбіреу. Бұл сонда бұрыннан отырған кісілер ма? Осы жердегі кісілер? Ой, извиняюсь. Ой, привет, дорогой. Здравствуйте. А ты Зимна когда-то? Третья квартира. Туда дальше, да? Следующая. Ты про Каржас можешь что-нибудь рассказать? Нет, ничего не могу, не хочу. Можешь сказать? Ладно, тогда. Уже Қаржас туралы айтып бәрі шаршаған ғой деймін, е? Бола ма? Да. Кіруге бола ма? О, Осы картина. осы жерде отырып ала саламыз, бабушка отырған жерде ала береміз. Солай отыра береміз, апа. Просто стульчик Мына жерде отыр. положите. Менің аяғым особо не ходит, мен отырмын, босағада отырмын. Сәлеметсіз. Про фабрику расскажите. Қалыңыз қалай? Фабрикада Ептеп жүріп жатырмын, міне екі таяқпенен жүрем. Мына микрофон жай. Тұра берсін, ал сізде. Ал, апа. Қалай? Саған тақсы керек. Отыра бер, не беспокойся. Мына жерге тағып Нет, кетпеші. нет, ладно, Қанат, не надо. А мен думаю, қайдан сен келіп тұрсың біздің үйге? Мен қарсы салдым, станокқа. Қаржаста енді өстік. Әрбір жерде жұмыс істедім мен осы городта істедік қой. Біз мұндан автобус жүретін, 16 мына овчинно-меховая фабриканың жанында бұрын не болды ғой, остановка. Осыған келіп 16 жасымнан жұмыс істедім. Сосын тұрмысқа шықтым, шыққаннан кейін 4 балам болды. 4-ші қызым қайтып кетті. Сосын үшеуіменен жақсы тұрмыс болмады. Мен күйеуімнен кетіп қалып, вообще өмір сүргенім мына овчинно-меховойдан жұмыс істедім. Забыла уже сколько. Уже 30 жылда істеп қалдым. Сосын маған квартира берді жұмыс басынан.
Осы Қаржастан берді ме или ана? Қаржастан Овчина Михайловнадан берді. Апа, анаңыз да осы Қаржаста тұрды, иә? Қаржастың қай көшесінде тұрды? 4 Чукалинскийда тұрды. Бұрын ол школьный болған. Тебе в расплод застали. Знаешь, не Кеше ағамның баласы келіп әйтеуір 2 жасы қалғанды картоп соны алып. Мынаны огородқа салу үшін ба, апа? Огородқа салу үшін ба? Ой, онда бізді саламыз из овощей. Вот это семена картошка. Е, мынау тұқымы ғой, е? Отырғыза ма, неге? Қайда салайын? Шелікке салсын. Жарайды, нетпей қойшы, өзім нетем ғой. Сөйлейбеш пока. Мен жолдасымды пока отпустил. Жүр қоя қой. Сосын подружка бар, қазақ школында оқыдым бәрі почти соғыстан кейін почти не орысша айтқанда одногодки сияқты. Мына кісілер 47-ші жылғы, 48-ші жылғы 48-й, 47-й туған жігіт қыздар, подружки, дружки бір-бірлерінде свадьбада болып, да? Мына Слуке деген Жібек Туремисова, олар өлең күшті айтатынды қазақшаға. Мен особо Қаржасқа нетпей горты жұмыс істедім ғой. Онда келдім кешке қарай, сосын барып жетінші ауыл сияқты болды. Где-то до 50-х, до 60-х годов, наверное, как стройка началась, уже начали сносқа үй алып, арнан кетуге даже. Уже 70 или 7, ну после 60-х годов. Апа, мына қазір тұрған үйлеріңіз бұл нешінші жыл салынған үй? Ескі үйлердің біреуі ма? Бұрынғы садик қой, бізге расширениеға берді бізге. Қазақ мектеп болды ма? Қазақтың мектебі болды. Сол мектеп туралы айтыңызшы, жаңағы директоры бәрі туралы. Но директоры сол не Ғазиз мұғалім болды, қазақ мұғалімдер болды. Сосын еще неден педагогический Қазақстаннан келген студенты еще біздің школға как студенты приходили. Стажировка. Ага. Преподавали. Ол мектеп қазір бар ма? Жоқ. Ол мектеп жоқ. Қай жылдар жұмыс істеп тұрды ол мектеп, апа? Біз, например, на 4-ші классқа дейін сонда оқыдық. И содан кейін уже вообще поначалу 8 классов было, 8-летка. Содан кейін 4-ші класс, до 4 класса. Сосын мына арада Шубняк, Овчина Михайловая фабрика на Метромостың несінде орында. Сол арада школ болды. Деревянный, двухэтажный. Қазір бар даже они. Түсіріп алуға болады ғой. Да, они стоят, эти стоят школы. Сонда көшті. Нет, Не казаться, а в русскую школу пошли. Вот это деревянная школа, русская школа, да? Да, русская школа. Хорошо. Қай жылдар көшті, апа? В 50-х годах. Если я в 47 году родилась, да? До 4 класса на Здесь, в Каргасской школе был. Это я... Да, они учились. Да. А мы уходили туда в продленную группу, деревянную школу. Первые классы мы ходили в продленную группу, туда, в двухэтажные дома. Да, 70-е годы где-то было. Потом после 70-х построили вот эту 57-ю школу. Но школы нету этой. А деревянные вот эти наши, которые школы стоят еще. Там Казренда не школа там. Жители живут там. Совхоз болды ғой сперва. Басында, е? Совхоз болды, сосын совхоз болды. Сосын совхоздан кейін бізді городской местностьқа аударғаннан кейін біз міне жаңа шығып жатыр. Да. Неге Ульяновский сельский совет Лузинаға Да. Қазір балаларыңыздың қолындасыз ба қазір? Ма живу. Ну, балалар қайда? Жанна күнде өзі үйлерінде. Жанна өзі үйінде тұрады қызым. Ұлым Астанада тұрады қазір. Астанаға көшіп кетті ме, да? Астанаға көшіп кетті біздің. Бір ұл мен бір қыз, қызымда 2 қыз.
полицейский болған. Сол бала, да, істеп сол жатыр ма? бала. Жоқ, сол Қазақстанда соны істеп Қазақстанда онда Милицияда білмеймін, істейді, білмеймін, не болып істейтінін. жатыр. Жанналары қайда? Мына неде ме? Жаны Самаркада тұрады, Самаркада? екі қызы. Бір қызы тұрмыста, бір қызы қолында оқиды неде. Уже тұрмыз. Кіші ұлым мен айтады, мама мен Арина мында оқуға келгенде қалма кел мында, тұрмыз жақсы мында деп, жақсы мында дейді. Барасыз ба енді? Барасыз ба енді? Білмеймін, картаяғанда қайда барам мен? Қазақстан ол ата жұртыңыз ғой. Біз тұрған мұнда, бізге родина, мына осы Россия, біз это, не жүр. Мен балам қазір үлкен балам ауырады, сосын ол баламды қайда тастап барам мен. Ол балаңыз қолыңызда ғой, Қазір келіп отыр, менде қазір 2 жыл болды. Ауырады. Әне бітіріп қойдым менің жұмысымды. Да, вот, Мен отырушы едім, 2 сағат отырушы едім қазір. Роза апа пысық екен. Маған қаржасты таныстырып көрсетіп, одан кейін апамен таныстырып сұхбатқа дайындап беріп, одан кейін апаның жұмысын міне 5 минутта бітіріпті. А мына картоп шелісте осында салайын? Мен мынаны, да, можно салуға. Да, салуға отыра бересің. Не істеймін қазір? Адаған пештің үстіне қоя бер. Кімді? Адағы коробканы. Мама? Пеш жанып қадып па? Ал, Печка жанбаққан жоқ. жоқ жанған. Давай, мен аламын. Сөнді ол. Рахмет саған әйтеуір. Менің жұмысым істеп қойды. Енді жұмыстан отвлекла вас. Мен жерде тұрса вспомнила сізді. Осында тұрады ғой бір кісі. 28 жыл мына фабрикада жұмыс істедім. Үйде апа тамақты бәрін өзіңіз істейсіз ба? Қазір енді өзім істеймін, 2 аяқпен ұстанып, мында келем. Аяғыңыз ауырады. Аяғым, пөгерікке құладым ғой мен. Ой, Сол енді аяғымда бір штыры қойды, операция істеп. Содан жүрелмей қалдым, енді 2-ші аяғым ауыратын болды. Енді апа тамақты бәрін істеу қиын емес пе өзіңізге? Стиральный машинге кірлерімді жуып қоям, сосын үйде кептірем. Тамақты өзім істеймін. Кей кезде пылесоспен пылесос етіп қоям. Хорошо, что говорю, бәрі под рукой все есть. Девочки, өзімізге стептерімізді шығар, внучкалар. Олар келеді, оларға да некогда қазір. Ну да, жұмыс не, тем более. Ана кіші қыз қазір неде оқып жүр әлгі. Оны бәрін ұмытамын. На программиста. Первый курс. Тенші, алла жылса бітірсін. Қазақстанға айтар сәлеміңіз бар ма апа? Большой үлкен сәлем оларға, тұрмыстары жақсы екен. Ну, конечно, бәрі тұрып атқан жоқ жақсы. Шет жағасы, мен жай көрдім ғой. Шет жағасы жай ғана, орта, конечно, центрлары бәрі оңдақ. Тамаша. Там пенсионерлар жақсы тұрады. Оларға пенсия қосып атыр дейді ғой. Біздің ана көтеремді. Құдағиларым русский поляндікі ғой. Русская поляна, мен де құдағым русский поляна. Русский полян. Целинный совхозда. Целинный, да, а біздікі, подожди, ұмыттым мен. Ой, рахмат, айналайын сол. Жаным, Роза апа. Осында келінім үйде болса ғой. Келініңіз бар ма негізі? Анау Қазақстанда ғой, е? Қазақстанда. Неге апа кетіп қалмайсыз келініңіздің қолына? Қолына неге кетіп қалмайсыз келініңіздің? Жоға, бала тұрғанда қайда барам? Үлкен. Тарих ұжымында үйренген біз Қазақстанға жиі привыкли. Жай, құдағиым айтады ғой, сен маған кел, бір 15 күн жатып кетші, бір қайда мен жатамын, мен бір күн қызым үйіне барып жатсам, екінші күні үйге кеткім кеп тұрады. Ой, не істеп жатыр, не болып жатыр? Ну-ка, тұра аласыз ба? Ақырын, дорогая. Стульчикті қояйын. Ой, ой. Как әлгіне жабысып қалады. Міне, Ой, отыра бер, айналайын, отыра бер. Келіңіз, бері қарай өте беріңіз, мен жай түсіріп тұрамын видео. А мен таққа мына отырасыз ба?
мына іш жаққа кіріп отырыңыз, жүре алсаңыз. Екінші таяғыңызды берейін ба, апа? Жоқ, өзім аламын ғой. Өзім бүгін жинайым деп тұрғанбыз үйімді. Ептеп. Ничего страшного жарайды. Менің үйімде ремонт басталған, сол жатыр. Ой, Қуаныш істейді ремонт. Қуанышқа некогда, сонымен. шай қою керек еді. Жоқ, апа, шайға өре болмaz. Бізге осы қаржас туралы айтып берсеңіз болды. Қаржас туралы мен ештеңе айта алмаймын қазір. Все, расстроилась. Мен что-то... Соны толық айтып бермегеніңіз. Нер орындық отырасыз па, апа, соған отырыңыз, не алдыңыз да орындық. Ой, Алла. А у вас там нет снос девать не слышали еще? Детский садик-то снос был, наверное, не говорили еще? Вообще айтып жатыр ғой. Снос болады осы Что-то мне жақтан. в Навружедегі нет дейді ғой. Переселили, оперпункт болды ғой. Вот эти двухэтажки, екеуін людей уже переселяют, деп слышала. Так они же... Онда грамотный бір әйел болды, как Валя Касьянова деген. Она же сделала документ, что дом аварийный деп. Сосын олар аварийный болғаннан кейін олар көшті. Біздің бір-екі двухэтажка қалып қойды ғой. Бізде екі әйел кеткісі келмеді. Олардың машина болды. Оларға удобно место болды. Жай жеріміз жаман емес, мына жай. Қаржасты айтасыз ба? Жоқ, мына Не су, маған всё, шумляктан үй берді ғой. Бір жыл шешемнің қолында тұрдым. 3 баламенен. Олар да өсті. Мен де қартайып барам. Қазір енді қартайдым ғой уже. Қазір неше жастасыз, апа? 78-де толы. 79 болады мына август айында. Үлкен балама уже 55-ке толады. Үлкен балаңыз қолыңызда, иә, қазір? Қолымда, қазір қолымда. Қалам. Кіріп амандаса беріңіз. Енді мына омбыда Қаржас ауылы бар деп келіпті. Сол Қаржас ауылы қазақтар қалай мында омбыда Вы там кто, монгол, Кирей? Найман. Найман. Сіздер? Қуаныш. Кирей. У меня детки Найманы. Они с Монголии. С Монголии? Менің анам Керей. Анам Керей. Керейдің ішінде құрман. Собака закрытая. Я знаю, что они Кирей в Монголии. Да, вы правильно говорите. Рассказываю, что Кирей. В основном там керейлер, Монголия. Апамыз. Айттым, бұл бұрынғы керейлердің, оның ішінде мұсылмандардың мекені болған екен. Керей руынан шыққан қазақтар көп екен, қыпшақтар бар екен, бірақ Қаржас руынан шыққан ешкімді, мен Қаржаспын деген адамдарды кездестіре алмадым. Кейбіреулер айтады, Қаржас деп аталғанымен Қаржас руынан шыққан адамдар жоқ деп. Енді кім білет, олар мүмкін көшіп кетті, мүмкін сол жаңа сұлушіліктегі, яғни қисықтағы Қаржаста көп Қаржастар болды. Бұның бәрі болашақта зерттеуді қажет ететін деректері. Мы 60 с лишним лет, мы здесь сами живем. Вот родители жили, бабушки, дедушки жили. Алтай, я уже 43 года. Ну что, Ирина, вы не наша девушка. Мына кісінің құдағи болады. Да, құдағи. Сен қарындасың ба деп келе жатқанда көзім алыстан көрмеймін. Остановкада мен таныдыңыз ғой. Алыстан көрмедім, бірақ тұзығын таныдым мен. Я думала, прям көз алдыңыз ба?
Көрмейді. А наоборот, көрмегесін көз салып қарадым. Соны енді көз салдым ғой. Екі жас қыз келіп Шалым біліп қалмасын ей. Шалым біліп қалса соны мен тоқтайды ғой. бұрынғы үлкендер міне сіздер көп бәрі бір-бірлеріңіз танисыздар, иә? Ал қазіргі балалар, немерелеріңіз, балаларыңыз олар араласпайды, иә? Біледі олар. араласа. Араласа ма? Араласады, біледі олар. Әйтеуір мен айтып жүрмін ғой, балдарым Ну, біледі. немножко интересно, енді жастары как-то это, и кто где общается. Бұрын әлгі жас кезінде қарамайтындар. Қазір уже өсіп келе жатыр. Уже бір-бірін нетіп жүрмінеки. Түсінеді, иә, қазір маңызды Уже екен. біліп жүр бір-бірлерін. Жарайды. Маған ол тауба дейін мен оларға. Сендер бір-бірлеріңді білгендерге. Иә, дұрыс Мен айтасыз. қаржас Бәрісінің бажасы, мен жолдасым немерелісі. мынау қаржас дөкөйдің, ана үйлер, мына үйлер болған жоқтар, сәттем. Мынау ауыл дөкөй болғанда. Қазір көрмейсіңдер. Омға көшкен жылым 71 жылы. 8 класс елде бітірдім ауылда. Сосын омға келдім. Сосын омғадан әскерге бардым. Бұнда ағам туған, апам тұрдығанда олар уже жоқ. Ал әке шешеңіз қай ауылда тұрды дедіңіз, аға? Байтұяқ деген Таврический район, Пристанской совхоз, баяғы Байтұяқ. Омбыға қанша шақырым? 120 шақырым. 120 шақырым. Қазір ол жерде қазақтар бар ма? Байтұяқта? Бар, біраз қалды. Қанша бар? Бір. 30-20 үй қалған шығар. Баяғыда көп болғанда. Баяғыда қанша еді? Баяғыда где-то үй, наверное, домов 80 болған. Дөкөй ауылдан. Қазір етті. Сіз қазір Қаржастың қай көшесінде тұрасыз? Мен қазір 3-й Енисейский дейтін көшеде тұрады. Тұрдым мен 3-й линияда, центрда. Роза апаның бүкілі бәрі туысы ғой дейм, иә? Құдағи боламыз. Соны айтам, көшеде досына кездесіп қалдық, енді құдағиға кездесіп қалдық. Зина, знакомлю. Кто что расскажет про Каржас? А что рассказывать? Мы-то как бы не такие уж старожилы. Ну, с рождения, конечно, живем. Туғаннан осында тұрамыз, аха. Только естуіміз, жаңағы біздің бабушка, дедушкаларымыз айтатын сол, бірінші қазақтар осында келіп Омбыдан бұрын, иә? Да, осында келіп тұрған сол. Енді ел, ауыл было, да, сол. Қазақтардан басталды ғой, сосын уже кейіннен уже и татарлар, орыстар да келе бастады, иә? келе бастады. Осында не болған завод по переработке овчины, сондай советский уақытта сондай завод ашылған. Для военное производство. Бекеші, сондай тулуптар, для армии. Әскерилерге? Әскерге, иә. Ну, ол кісілер енді, может быть, оларға ыңғайлы болған шығар, сол термен обрабатывать, сондай жұмыскер болған сол кісілер. Сосын фабрикада менің мамам істеді, осында мен де өзім де істедім осы фабрикада, бекеші, тулуп тегетін біз. А былайынша енді Қаржас деген енді ең такой ауыл. Қалын ауыл болды, да? Да. Көп кісілер тұрды. Қазір уже, конечно, азайды. Где-то до 80-х, потом же начали сносить. Я одан кейін көшірді, я сол. Көбісі көшіп кетті енді бұл. Жидебай деген ата. Жидебай дейсіз ба? Іргебай ма? Аты қандай әдемі? Дос болды, иә? Раньше имена были красивые же. Иә. көп айтатын. Дұрыс айтасыз, Іргебай деген. В Монголии у вас много казахов, да? В Монголии очень много казахов. В годы революции двое дядек туда ушли. Моей. В Монголию. Два брата и остались там. Но мы не поддерживаем, мы не искали. Бабушка говорила. Можно поискать? Ты проводишь.
Жақсы жамандық көрген жоқпыз вообще былай. Ұйымда тұрдық, ұйымда. Это қазір міне отдельно жабынып отырамыз. Біреу кіріп кетеді деп жаулар. Апа, қазақ жігітке тұрмысқа шықтыңыз ба? Да. Но не задалась у нас судьба не такая. Жай жігіт жаман емес та. Оның артынан қыздар да жүгіріп жүрді. Ну, есеге келді арақ берен. Арақ ішкеннен кейін нетіп кетті ғой. Азып кетті. Үлкен сәлем енді. Привет большой от меня. От казахов Омска де. От казахов Омска, да. Конечно, біз қуанамыз, қазақ келгенде қуанамыз. Мен жиі кеп тұрам онда, апа, жарай ма? Келіп тұрыңыз. Только маған заранее айтып қой, чтобы бірден пісіріп қойғандай. Ой, жанысы. Апа, уайымдамаңыз. Бабушкасына. Қайран жерім шалқар. Получается, у меня мама, она в самом Омске жила. Все родственники оттуда с Омска, сейчас до сих пор там живут. Сама мама родилась в ауле Саттыбай, жила в Таврическом районе. Потом, получается, мы переехали в Петропавловск. У меня отец сам с Сергеевки, рота Тыгай. В Караганде я вышла замуж. У меня муж, замечательный муж, с рода Каржас. Каржас, они родом, получается, с Баянаула, потому что отец вот моего мужа, фамилия Мейманов у него, берег, вот отец Кожахмед, он с самого аула Баянаул, ну, родственники оттуда, и там в основном Каржас вот существует, как бы. Бешбармақ. Әжем анам бер жеген жақсы ба бешбармақ? Ойбай, түрмек ұятта. Неге әдемсіз? Мен кездестірген ең әдемі. Ой, жаным әжем. Ой, қыздарым, үлкен қыз болыңдар, бақытты болыңдар. Әумин айтқаныңыз. Істеген жұмыстарыңыз тек қана жемісті болып, әрқашанда үйлеріңді жарық сәуленің, жарық айдың нұры түсе берсін. Әумин, ой, жансы, әне нағыз қазақ бата береді. Ана үлкендердің батасын алу керек деп айтады ғой бұрынғы кезде.